Сәлем, бұл заманның кестелеу курсы. Бұл видеода біз осы Welcome программасын сіздердің кестелеу машинасына настройкасын жасаймыз. Кеттік. Алдымен біз осы Welcome'ды ашамыз. Одан кейін жоғарыда дизайн деген бар, соны басамыз. Одан кейін выбрать машинный формат дейміз. Одан кейін осы списоктан біз өзіміздің машинкамызды тауып аламыз. Мысалы, айтайық, Jamon. Одан кейін окей дейміз. Одан кейін мысалы сіздердің бір схемаларыңыз дайын болды. Енді осы схеманы дайын болғаннан кейін экспорт машина файлға айналдырамыз, яғни дайын схемаға, чтобы сіздердің кестелеу машинкаларыңыз оқитындай. Файл дейміз, одан кейін экспорт машина файлы дейміз. И осы жерде кішкентай терезе ашылған кезде параметрі деген бар. Осын басамыз да осы жерден өзіміздің машинкамызды тауып аламыз. Көбінесе мысалы хитовый машинка бұл 500-де, немесе Elna Expressive 830. Мен случайымда Elna Expressive 830. Окей дейміз, окей дейміз. Одан кейін атын жазамыз, қай жаққа сақтау керек соны выбирать етеміз и сохранить дейміз. Сол кезде сіздердің схемаларыңыз дұрыс сақталып, ешқандай проблемасыз схема сақталынады және машинка оны оқитын болады. Әрине, міндетті түрде мынаның пәлтісінің сыртында ешқандай артық схема қалып қоймау керек. Сіздер міндетті түрде сақтаудың алдында осы вводить етіп көру керексіз. Ширина, высота осы пәлтісінің ішіне кіріп тұрма. Егер де мысалы 140-та 140 болса, 140-та 140 демеңіздер, хотя бы 1 мм алып тастаңыздар. Сол кезде ешқандай проблемасыз осы схема сақталынады. Жақсы, сіздермен болған кестелеу заманның курсы осы көрген барлық ақпаратты өздеріңізде практика жасаңыздар, білімдеріңіз арта берсін.